Ақылды лақ. Бір бұзау, бір тоқты, бір лақ. Ел көшкенде ойнап жүріп, байқаусызда жұртта қалыпты. Үшеуі тірнектеп жүріп, қос тұрғызып алыпты. Қосы бір бұлақтың басында екен. Оның қасында зәулім бәйтерек өсіп тұрыпты. Бұлардың айдалада ең қалғанын естіп, бір той алайын деген ниетпен аю іздеп келіпті. Лақ арбаңдап келе жатқан аюды көреді, алдынан жүгіріп қарсы алыпты. Содан қосқа ілестіріп келіп есік ашады да төрге шығарады. Бұлар үйге кірген кезде аю ағамыз келіп қалған екен, не тамақ береміз деп сұрайды тоқты лақтан. Сонда лақ даусын көтеріңкіреп: басқа аюдың басын ас, соңғы аюдың төсін ас. Дым болмаса осы аюдың өзін сойып, барлық етін түгел ас депті. Мұны естіп отырған аю, бұлар аюдың етін жейді екен ғой деп ойлап, орнынан атып тұрып, әй-шайға қарамай тұра қашыпты. Зытып келе жатса, қарсы алдынан қасқыр кездесе кетеді. Аюдың қылығына таңданған қасқыр: аюжан, неден қашып келесің сонша аптығып деп сұрайды. Бұған аю айтады: мына белдің арғы жағындағы бұлақтың жағасында бұзау, тоқты, лақ, шөу тұрады. Соларды байқап көрейін деп барып ем, өзімді жейміз деген соң зорға қашып құтылдым. Қой әрі, дейді қасқыр әлгі аюдың сөзіне күліп. Бір аюдың басын, бір аюдың төсін жейміз деп дауласып жатқанда мен қаша жөнелдім. Ендеше жүр, екеуміз бірге барайық. Шөуінде қоршап алып тең бөлісіп жейік, дейді қасқыр. Оған аю көнбей жүрексініп: жоқ, мен бармаймын, өзің ақ бара бер деп тартыншақтайды. Сол арада қасқыр жіп тауып алады да бір ұшын аюдың мойнына, бір ұшын өзінің мойнына байлайды. Сөйтіп аюды зорлықпен алып жүреді. Аюды жетелеген қасқыр тартса қосқа жақындағанда лақ жүгіріп сыртқа шығып: о, Қасеке, біз үшеуміз ол аюға тоймаймыз деп айғайлайды. Бұл сөзді естіген аю бұрынғыдан бетер шошып, кері қарай қаша жөнеледі. Қасқыр жіпке буынып, қылғынып қалады. Бір жерге келгенде аю жіпті үзіп тастап кетеді. Ес-түсінен айырылып, әлсіреп жатқан қасқырға дала кезіп жүрген тағы бір қасқыр келіп: о, досым, неғып сұлап жатырсың деп сұрайды. Әлден уақытта есін жиған қасқыр: неғып жатушым, аюдың ақымақтығынан өлгелі жатырмын. Мені аю сүйретіп жығып кетті деп басынан кешкен оқиғаны айтып береді. Онда өзіміз ақ барайық деп өзеурейді хал сұраған қасқыр. Сонымен екі қасқыр қосқа қайта барады. Бұларға қарсы қолданар шарасы таусылған бұзауды лақ, шөу бәйтерекке шығып алады. Лақ бас жағына, тоқты орта тұсына, бұзау олардан төменірек орналасады. Бәйтеректің түбіне келген соң әлгі жолдан қосылған қасқыр: кел, екеуміз мына ағашта қырғайық. Аналар алма құсап жерге төгіліп түседі деп ағаш астына келіп дайындалып тұрғанда, бұзау отырған бұтақ сынып кетеді де жерге топ ете түседі. Содан сестеніп тұрған қасқырдың бел омыртқасы үзіліп кетіпті. Бұдан кейін аю қылғындырып кеткен қасқыр қорқып өз бетімен қаша жөнеледі. Сөйтіп бұзау, тоқты, лақ ажалдан аман қалыпты. Күзде ескі жұртына қайта көшіп келген иесі аман есен жайылып жүрген малын тауып алып.